Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге испандық чизкейк жасайтын боламыз. Жасалуы өте оңай, дәмі ауызда ерейтін, өте дәмді болып шығатын бұл чизкейк отбасыңызға ұнайды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Ал енді бірге жасап үйренейік. Сүзбелі ірімшік пен қантты жақсылап араластырып аламыз миксермен. Оған кілегейді қосамыз. Кілегейді 2-3 бөліп қоссаңыздар болады. Кілегей 33%-дан жоғары болу керек. Одан кейін 4 жұмыртқаны алып, біртіндеп, бір-біреулеп қосып миксерлеп аламыз. Жақсылап араластырып, оған жүгері крахмалын қосамыз. Тек жүгері крахмалын қосуға кеңес беремін. Себебі картоп крахмалынан дәмі өзгеріп кетуі мүмкін. Енді осындай кольцо менде форманы алып, жан-жағын фольгамен осылай қысып жауып алдым. Және де пергамент қағазынан бортик жасадым. Себебі біздің чизкейк көтерілген кезде жан-жағына ағып кетпеу керек. градуста 40-50 минуттай беті қызарғанша пісіріп аламыз. Әркімнің духовкасы әртүрлі болғандықтан беті қызарғанын күту керек. Дай болған чизкейкті 4-5 сағатқа немесе бір түнге тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Себебі ыстық күйінде кессеңіздер, оның ортасы әлі қатаймаған және жұмсақ болуы мүмкін. Сол үшін тоңазытқышқа салып, кішкене өз формасын ұстағанша қойып қойыңыздар. Жасалуы оңай, дәмі ерекше дәмді болып шығатын бұл испандық чизкейкті жасап көруге кеңес беремін. Жасап көріңіздер. Отбасыңызға ұнайды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.